Бұл кісінің аты Брэд. Ол мүгедек, денесін қимылдата алмайды, сөйлей де алмайды, бірақ соған қарамастан тек оймен ноутбукты басқара алады. Бұған Илон Масктың Neuralink деген компаниясы көмектесті. Оның миына кішкентай тиын сияқты чип қойылған. Бұл чип мидың қозғалысқа жауап беретін бөлігіне орнатылған. Сол чиптен 1000-ға жуық өте жіңішке сымдар миға кіргізілген. Олар мидағы жүйке жасушаларының сигналдарын тыңдайды. Брэд тілімен қозғау, жақ бұлшық етін қысу сияқты бірдеңе ойласа, мида белгілі жүйке жасушалары іске қосылады. Чип соларды ұстап алып, жасанды интеллект арқылы оларды түсінікті әрекетке айналдырады. Мысалы, экрандағы курсорды жылжыту немесе басу. Бұл бәрі өте тез жүреді, әр 15 миллисекунд сайын, яғни бірден жұмыс істейді. Брэд тек курсорды басқарып қана қоймай, видеоны да редактировать ете алады, яғни өңдей алады. Файлдарды сүйрейді, мәзірлерге кіреді, видеоны қияды, ауысуларды тыңдайды, тіпті уақыт шкаласында реттейді. Тек оймен және өзінің даусындай сөйлейтін жасанды интеллект көмегімен. Тағы бір артықшылығы, көзбен басқару жүйесі жарық жерде жұмыс істемейді. Ал Neuralink кез келген жерде жұмыс істей береді. Үйде, далада, отырған кезде де, жатқан кезде де. Ол тек ми сигналдарын тыңдайды, болды. Бұл тек бастамасы. Болашақта адамдар сөз айтпай-ақ сөйлесе алатын болуы мүмкін. Тек ойлап, сол сигналды екінші адамның чипіне жіберуге болады. Ол адамның миы сол ойды қабылдайды. Бұл болашақ бір жағынан керемет, бір жағынан қорқынышты. Адамдар бір-бірімен қалай сөйлесетіні мүлде өзгереді.